Қазіргі мұғалім қалпын қарсы алуға дайын болыңыздар. 3, 2, 1. Мен Маликова Гүлзара Мұратовна. Алматы облысы Ұйғыр ауданы Үлкен Ақсу ауылында дүниеге келдім. Садуақасов атындағы орта мектепті аяқтап, Шуақ балабақшасында мектеп алды даярлық тобында еңбек етіп келемін. Топта 9 қыз, 17 ұл бала бар. Мен үшін тәрбиешілік жүректің қалауы. Бала жанына жарық сыйлайтын ізгіліктің жолы. Абай атамыз ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Мен бұл сөздің мәнін күнделікті еңбегімде сезінемін. Біздің тәрбие бағытымыздың өзегі адал азамат қалыптастыру. Адалдық бар жерде сенім, әділдік, мейірім және жауапкершілік бар. Бір тұтас тәрбие бағытының мәні де осы қасиеттерді бойына сіңірген, өзін де, елін де қадірлей білетін тұлға тәрбиелеу. Жоба Пеларгония гүлі. Жобаның мақсаты: пеларгония гүлін дұрыс күтіп баптау әдістерін зерттеу, оның өсуіне қажетті жағдайларды анықтау және өсімдікті үй жағдайында өсіруді үйрену. Пеларгония гүлін күн түсетін терезеге қою керек. Күніне кемінде 4-6 сағат жарық қажет. Артық суда қажет етпейді. Топырақтың үсті құрғанда ғана суарады. Жеңіл ауа өткізетін топырақ қажет. Гүл деп болған соң бұтақтарын қысқартып, солған гүлдерді уақытында алып тастау керек. Жоба барысында пеларгония гүлін дұрыс отырғызу және күту жолдары зерттелді. Гүлге жарық, су және топырақтың маңызы анықталды. Жоба нәтижесінде пеларгония гүлі жақсы өсіп, жаңа жапырақтар мен гүлдер пайда болды. Өсімдікті күтіп баптау тәжірибесі жинақталды.